Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Сіздермен ұзақ арадан кейін тағы да жап-жаңа қызықты жаңалықтармен біргеміз. Португалиялық бір жігіт қызымен қайта жүру үшін түріне операция жасатып атын өзгертті. Ал қыз болса, сен тура бұрынғы жігітім сияқты топассың деп оны қайта тастап кетті. Мир бездонный, пенный шелест. Ұлыбританиялық Дюстон Ли өз үйін 800 000 стерлингке сатылымға шығарып, ешкімге өткізе алмағаннан кейін лотереяға ойнатуға шешім қабылдады. 800 000 стерлингке сатылмаған үйін 2 миллионға өткізіп, кілтті тапсырып, басқа қалаға қарай жол алды. Солтүстік Корея президентінен коронавирусқа үлкен соққы. Вирусты жұқтырған 2 азамат дарға асылды. Танымал активистка Грета Тунберг қытайлықтарды өздерінің ұлттық тамақ жейтін таяқшаларынан бас тартуға шақырды. Оның мақсаты ағаштарды қорғау болады. Ал қытайлықтар болса Гретаға мектепке барып оқуын жалғастыра беруін кеңес берді. Өйткені таяқшалар ағаштан емес бамбуктан жасалады. Ал бамбук ағаш емес, жай ғана шөп. You serious? Жаңа шыққан қауіпті вирустан кейін супермаркеттерді әжетхана қағазын қалдырмай алып кеткен Австралия азаматтарының көмегіне NT News атты газета жетіп келді. Газета азаматтардың туалетті қолдану үшін 8 бос парақ басып шығарды. Грузияның денсаулық сақтау министрлігі азаматтарға қолма-қол ақшаны жаратпауды және грузиндердің ең мықты алкогольдік ішімдігі чачаны қолдануды кеңес берді. Валико, принеси антивирус. Берем макинтош. Самый лучший антивирус – это грузинский чача. Тогда давай выпьем за наш чачу. Чачу. Гонконгта бірнеше қарулы банда 600 рулон әжетхана қағазын ұрлап кетті. Оны естіген Гонконг тұрғындары қағаз тапшылығынан қорқып дүрбелең салуда. Are you John? Yeah, who sent you? Anthony. What's the password? Find your beach? All right, did he tell you how much? Yeah. See it. All right, get the hell out of here. You didn't see me. Ресейдің Ижевск қаласында 2 топас пошта тармағына келіп, бір қап толы ақшаны ұрлап кеткен. Ал қаптың ішінде 8 000 дана 10 тиындық болған. Яғни небәрі 835 рубль, 5 000 теңге болған. Аталарымыз айтқандай, ақымаққа жылтырағанның бәрі алтын. Братан, қара, жынды план бар, короче. Екеуміз барамыз, 2 ствол алып аламыз, мотоциклмен барамыз, короче. Мен помещение барлығын қарап шықтым. Бірақ охрана тұр, короче. Қалай сонда бір охрана? Айтып атым ғой, братан, оңай. Бірақ охрана қоя салған, прикинь, почтаға. Сен сонда почтаны тонайын деп атсың ба? Қытаймен шекарамыз жабылып, Алматыда Италияның мебелін, Испанияның құрылыс заттарын, ал Германияның электротехникасын таппай қалдық. Су жаңа Титаник 2 2022 жылы қайтадан сол бағытқа жолға түсетін болды. Алайда бұл жолы оған мұзға ұрылып суға батып кету қаупі төніп тұрған жоқ. Өйткені адамзат баласы өз қолмен барлық мұздарды ертіп тастады.